Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Ақжол Қазақстан Демократиялық партиясы фракциясының мемлекет басшысының жолдауын іске асыру бойынша жұмысы туралы баспасөз мәслихатын өткізуге әзірміз. Добрый день, мы начинаем прямое включение с площадки службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан. И сегодня проведем пресс-конференцию о работе фракции Демократической партии Казахстана Ақжол по реализации послания главы страны. Спикерлермен таныс болыңыздар. Перуашев Азат Тұрлыбекұлы, Ақжол партиясының төрағасы, парламенттік фракция жетекшісі. Иса Қазыбек Жарылқасынұлы, Ақжол партиясының төрағасының орынбасары, және Еспаева Дания Мәди қызы, мәжіліс депутаты, фракция мүшесі, сондай-ақ Дүйсенбинов Берік Сәлімжанұлы, Ақжол партиясы төрағасының орынбасары, мәжіліс депутаты. Құрметті спикерлер, біздің алаңға қош келдіңіз. Азат Тұрлыбекұлы, алдымен сөз кезегі өзіңізге беріледі. Рахмет, құрметті қауым. Президент Тоқаевтың екінші жолдауы елдің қазіргі жағдайына сәйкес және пандемиясының мемлекетті басқарудағы кемшіліктерін көрсетіп берген және қоғамның өзгерістерге үмітті екенін ескеріп жасалған құжат болды. Көп жағдайда президент мәселені ашық көтерді және олардың шешімдерін іздестіруді ұсынды. Сонымен бірге кейбір проблемаларға президент жауапкершілікті өзіне артып, нақты тапсырма берген. Әсіресе президенттің әлеуметтік саладағы шешімдері ерекше орынды болды. Мысалы, келесі жылы зейнетақы қорының тұрғын үй мен емделу үшін жинақ ақыларын пайдалануы, тұрғын үй бағдарламаларын жақсартуы, мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақыларының көтерілуі, инфекциялық ауруханалар салу, ғылыми гранттардың бөліну бастамалар берілді. Әрине, кәсіпкерлер үшін президенттің экономикалық бастамалары өзгеше көрінеді. Мысалы, бәсекелестікті дамыту және қорғау жөніндегі агенттігін құру туралы шешімі. Адал бәсекелестіктің қамтамасыз ету бұл нарықтық экономикадағы негізгі мәселе. Ақжол депутаттар фракциясының 2019 жылы 4 желтоқсанда үкіметке жасаған сауалын қазіргі жағдайда нарықтық емес, мемлекеттік монополистік жүйеге айналып кеткен деп баға беріп, үкіметтен бәсекелестікті қорғауды сұрадық. Бірақ ол кезде үкімет бәрі бақылауда тұр деп жауап берді. Ал президент атқарушы биліктен гөрі депутаттар пікіріне жақын екенін көрсетті. Үкіметтен тәуелсіз тұратын агенттіктің құрылуы нарықтық негіздерге қайта оралудың жолы деп білеміз. Шағын және орта бизнес үшін маңызды басқа да біраз мысалдар бар. Бұл деген шағын және орта бизнесті несиелендіру сияқты үлкен проблемалары. Сол жайында да Қасым-Жомарт Кемелұлы өте анық және нақты тапсырма берді. Мысалы, мына қазіргі кезде несиелерді алған, бұрын кезде тапты алған несиелерді 6%-ға шейін түсіріп, тиісті субсидияларды енгізу. Мен енді партиямыз атынан бұндай сол сияқты ұсыныстарды енді айта кетейін. 13 тамызында Ақжол Демпартиясы несиелік каникулдарды енгізу және барлық несиелерді қайта қаржыландыруды талап етіп, үкіметке кезекті үндеуін жолдауға мәжбүр болатын. Ал міне қазір кезде бұл мәселе шешілді деп айтуға болады. Мәселе әрине оны қалай енді іске асыру. Сол сияқты мына шағын және орта бизнестің жалпы отандық өндірушілердің қолдауына арналған тапсырмалары, салықтың дифференциалдық мөлшерлемені енгізу тапсырмасы сияқты. Бұл мәселені біздің фракциямыз 2012 жылдан бастап көтеріп келеді. Өкінішке қарай бұған дейін үкімет осындай ұсыныстан бас тартуда. Айтпақшы, бұндай практика қазір кезде Еуроодағының ішіндегі мемлекеттерде өте жиі қолданып жатыр. Дамыған мемлекеттер өте жиі оны пайдалануда. Мәселе неде? Біз әрбір салаға салынатын салықтың мөлшерлесі бірдей емес. Әрбір несін саладағы жағдайына байланысты қою керек деп ұсындық. Өкінішке қарай бұған дейін үкімет одан бас тартқан болатын. Бірақ осы жол төтенше жағдай шеңберінде президент Тоқаев өз шешіммен
қазіргі қолданыстағы салық кодексінде мұндай мөлшерлемелер болмаса да, кейбір әлеуметтік маңызы бар тауарларға қосымша құн салықтарының мөлшерлерінен төмендету туралы шешім қабылдаған болатын. Басқа да біраз осы экономикалық саласындағы жаңа өте маңызды, әсіресе шағын және орта бизнес үшін маңызды жаңалықтар, талаптар пайда болды. Сонымен қатар біз әрине осы жолдауының саяси бастамалары туралы айтуымыз керек. Мысалы, Тоқаевтың шешімімен мемлекеттік аппаратты жемқорлардан тазарту және екі азаматтығы бар шенеуніктерден құтылу жөніндегі талаптары батыл болды. Яғни біз де бұл мәселе бұрыннан көтерсек, тіпті тек ақ жол тағын емес, меніңше бұл осы заманның талабы, біздің қоғамымыздың талабы екен деп білеміз. Міне қазір кезде ол жай тек өзара сөйлесетін әңгіме ретінде емес, мемлекет басшысының тапсырмасы ретінде пайда болып отыр. Сол сияқты мына 2021 жылы ауыл әкімдерінің тікелей сайлау енгізуде ерекше маңызды болды. Осы мәселені ары қарай да дамыту қажет деп санаймыз. Әкімдердің тікелей сайлауын өткізудің қисынды жалғасы ретінде мына ауыл әкімдерімен ғана шектелмей, қала әкімдерінің, оның ішінде облыс орталықтары мен республикалық деңгейдегі қалалардың әкімдерін тікелей сайлауға болу керек деп келешекте. Ал қазіргі кезде біздің ойымызша, енді партиямыз атынан бұда ұсынысты біз қазір дайындалып жатырмыз. Келесі жылы егер кейбір ауылдардың әкімдерді тікелей сайлауға көшсек, сонымен бірге кейбір қалалардың, оның ішінде тіпті мүмкін бір-екі облыстық орталықтың әкімдерді де халық осы қалалардың азаматтары өздері сайласа дұрыс болады деп санаймыз. Уважаемые коллеги, в целом, говоря об исполнении послания президента Токаева, второго послания, нужно отметить, что оно по многим параметрам оказалось созвучным тем ожиданиям, которые переживает сегодня наше общество. И это касается не только социальной сферы. В социальной сфере, безусловно, поручения президента, я бы сказал, они выстраданные, потому что то, что касается наведения порядка в системе здравоохранения, в системе образования, в цифровизации, конечно, во время пандемии провалы в этой сфере, недостатки в этих сферах, они стали очень наглядны, очень очевидны, и поэтому социальная часть послания оказалась посвящена решению этих проблем, и многие решения, более того, на наш взгляд, вызвали очень большую поддержку в обществе, такие как использование накоплений граждан в пенсионном фонде на их решение жилищных проблем, на лечение и так далее. Целый ряд других поручений, связанных с строительством современных инфекционных больниц, с повышением зарплат для врачей и учителей, для выделения грантов, научных грантов, безусловно, заслуживают только поддержки. Для партии «Ак Жол», в целом для предпринимательского сообщества очень важными были инновации, я по-другому не могу назвать, президента в части поддержки предпринимательства. В частности, можно назвать такое его поручение, как создание агентства по развитию и защите конкуренции, независимого от правительства, непосредственно при главе государства. Наша фракция уже неоднократно заявляла, что, к сожалению, у нас произошла деформация экономической системы из рыночной в монополистическую. И вот такое решение президента, оно дает возможность сейчас предпринимателям защищать конкурентное начало и двигаться в более рыночном поле, вернуть вообще экономике рыночное начало. Важные поручения были даны по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса. В частности, надо отметить очень злободневное поручение по снижению, по рефинансированию действующих кредитных линий до 6% через субсидирование разницы для банков. Мы обращали внимание в своем обращении 13 августа текущего года в правительству, что предыдущие меры, которые принимались в рамках карантина, направленные на поддержку МСБ, они вот в части кредитования не давали того эффекта, который должен был быть. И мы ставили в своем обращении вопрос о необходимости распространения, введения кредитных каникул
для предпринимателей и граждан, а также о рефинансировании прежних кредитов по новым ставкам, которые уже вроде бы снижались, но по факту прежние заемщики их не могли использовать. Теперь этот вопрос решен. Конечно, вопрос в том, как это будет реализовано, помимо официальных вот таких решений. Очень важная такая небольшая революция в налогообложении связана была с введением решением главы государства дифференцированной ставки по НДС для товаров, имеющих социальное значение. Я напомню, что начиная с 2012 года фракция АК ЖОЛ неоднократно призывала, вносила в рамках обсуждения налогового кодекса, сделала там порядка 20 депутатских запросов, предлагая распространить этот опыт стран Европейского Союза, стран ОЭСР на налогообложение в нашей стране, поскольку во многих развитых странах уровень налогообложения напрямую зависит от ситуации, от положения в конкретной отрасли и от степени ее приоритетности для государства. В одной и той же стране может применяться до 5 разных ставок в зависимости от значения данной отрасли, скажем, на продукты питания, на сельское хозяйство, на детские товары, на инновационные отрасли. Могут быть различные ставки, пониженные по сравнению с общеприменяемой. К сожалению, вот даже вот буквально сегодня в ходе заседания комитета по бюджету в Мажилисе, который обсуждал эту нашу поправку, на эту поправку получено официальное заключение правительства, и правительство опять отклоняет эту поправку. Но мы, тем не менее, эту работу продолжим, тем более, что сейчас наши позиции укреплены вот таким поручением президента о введении. Он поручил рассмотреть уполномоченным органам вопрос введения дифференцированных ставок для приоритетных отраслей. Очень важно, надо отметить, она одновременно и позитивная, и обнадеживающая, но в то же время и полемичная, политическая часть послания. Целый ряд новелл, которые затронули, я думаю, многих, кто знакомился с этим документом. В частности, такое решение президента, как, не скажу чистка, да, но освобождение государственной службы от лиц, значит, занимающихся или значит так, имеющих зарубежные счета в банках, либо имеющих двойное гражданство. Понятно, что государственная служба должна быть чистой и бескомпромиссной в этих вопросах. Для нас, как для демократической партии, очень перспективным мы считаем поручение президента провести в следующем году прямые выборы акимов сел, значит, их жителями, напрямую жителями этих населенных пунктов. Мы считаем, что нужно эту инициативу рассматривать в перспективе, с дальнейшим прицелом, к тому, чтобы со временем перейти к прямой выборности акимов всех населенных пунктов, включая и областные центры, и города республиканского значения. И мы готовим предложение о том, чтобы аналогично, как намечено в следующем году, наряду с проведением прямых выборов акимов сел, провести также выборы нескольких, 2-3 городов, в том числе, может, 1-2 областных центров, акимов областных центров, жителями этих городов. Но в целом мы рассматриваем это послание как очень важное руководство к действию, готовы его поддерживать по многим и многим позициям. Думаю, что нам можно будет перейти к ответам на вопросы. Спасибо. Благодарю вас, Азат Турлыбекович. Дания Мадиевна, у меня вопрос к вам. В последнем послании глава государства поручил обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам малого и среднего бизнеса и в пострадавших секторах экономики. Вы пришли в парламент из банковской системы, и как вы оцениваете данное решение президента, и считаете ли вы его достаточным? Спасибо большое за вопрос. Действительно, в последнем послании президент оказал такую неоценимую, я думаю, и огромную помощь предпринимателям малого и среднего бизнеса. Как уже было отмечено в выступлении Азата Перуашева, бизнес сегодня нуждается в дешевых деньгах. Понимаете, с момента введения чрезвычайного положения наша партия, как мы уже говорили, неоднократно писала и Национальный банк, и правительству, и агентству финансового надзора о том, что те меры, которые были приняты во время ЧС, они просто половинчатые. Почему половинчатые? Потому что на тот момент единственное, что могли предоставить банки своим клиентам, это предоставить отсрочку по погашению на период карантина, там, на 6 месяцев внутри самого кредита. Но мы все четко понимаем, что
карантин заканчивается, но доходы не увеличиваются. И вся нагрузка ложится на оставшийся срок. Поэтому мы и предлагали, мы должны пролонгировать кредиты, причем пролонгировать на срок более, чем сам кредит, сама кредитная линия. И самое главное требование было нашей партии, чтобы мы рефинансировали эти кредиты под льготные ставки, под те 6%. И я думаю, очень хорошо, что есть указание, прямое указание президента снизить до 6%. Но здесь, опять-таки, как будет реализовываться эта программа? Буквально недавно мы сделали, опять-таки, свой депутатский запрос. Да, мы абсолютно поддерживаем такое решение президента. Но, понимаете, 2 сентября, когда было заседание правительства, председатель АФР госпожа Абылкасымова заявила, что средняя ставка сегодня по малым и средним бизнесу, которые попали вот в такое тяжелое положение, в среднем по банкам это 15% годовых. Но тем не менее она предложила правительству рефинансировать займы банков 2-го уровня со ставкой 20% годовых. То есть получается, что мы сейчас за счет налогоплательщиков, за счет нас с вами должны решить проблему банков. Мы предлагаем те банки, которые выдали кредиты под 20% годовых малому и среднему бизнесу, перед тем, как рефинансировать или то снизить, субсидировать этот кредит, должны эту ставку довести до 14% годовых, как по дорожной карте. А в дальнейшем уже от 14% субсидировать его до 6%. То есть в любом случае конечный заемщик, это предприниматель, он платит 6%, но государство субсидирует, начиная от 14%, не от 20%. То есть это тем самым мы охватим большее количество заемщиков, которым, возможно, для которых выделить деньги с бюджета на субсидирование. И поэтому я абсолютно поддерживаю, это очень хорошая инициатива, и тем более мы уже неоднократно об этом писали в адрес правительства и банков, и Национального банка. Спасибо за ответ. Берік Сәлімжанұлы, келесі сұрағымды сізге жолдасам. Президент өз жолдауында ауыл әкімдерін сайлау туралы тапсырма берген болатын. Жаңа Азат Тұрлыбекұлы өз алғы сөзінде де осы жайында түртіп айтып кетті. Сіздің ойыңызша ауыл әкімі болып кім және қалай сайлану керек? Рахмет сұрағыңызға. Бұл ең бірінші, бұл мәселе бүгін көтеріліп отырған жоқ. Бұл ауыл әкімдерін сайлау туралы міне бұйырса 7-8 жыл болып қалды. Бұл қазіргі ауыл әкімдерін сайлаушылар, бұлар маслихаттар. Бұл президенттің беріп отырған тапсырмасымен біздің өткендегі осы қазір қолданыстағы ауылдың әкімдерін сайлаудың айырмашылығы жер мен көктей десек болады. Мысалы, қазір ауылдың әкімі болып кім сайланып жатыр? Мынау маслихаттың ұсынғаны ауданның әкіміне қолайлы, ыңғайлы, соның айдауына жүретін, пенсияға шығып қалған, болмаса бір әлі өмір тәжірибесі басталмаған, оқуды, мектеп оқуын бітірген, жоғарғы оқу орнын бітірген. Сондай азаматтар бүгінде әкім болып сайланып жатыр. Ал енді болашақтағы президенттің беріп отырған тапсырмасы қандай? Ол сол ауылда тұратын, сол ауылды көркейтуге мүдделі, сол ауылға жаны ашитын. Сондай азаматтар бүгінде ауыл әкімі болып сайлану керек. Мынау соңғы кездегі біздегі пандемия жақсы көрсетіп берді. Ауылдың жанашыры кім екенін. Ауылға дәрі-дәрмек тасып, ауылға тамақ тасып, ауылдағы адамдардың өмірін алып қалып жатқан сол ауыл үшін, сол ауылды асырап отырған, сол ауылға жұмыс беріп отырған, сол ауылдың азаматтары. Бірақ өкінішке орай олардың көпшілігі осындай әкімшілікке, әкімдікке сайлау кезінде өтпей қалған азаматтар. Өтпей қалған. Өйткені ресми түрде біраз шектеу бар. Мысалы, сол ауылда туған, сол ауылға жаны ашитын білімі де, өресі де, деңгейі де келіп отырған азаматтар ресми бір себептермен өтпей қалады. Енді болашақтағы егер осы 7 жылдың ішінде елді бүгін ынталандырмай отырған, мысалы бүгін елдің ауыл әкіміне деген көзқарасы сенімсіздікпен қарайды. Сондықтан ол әкімге де сондай көзқараспен қарайды, әкімнің істеп жатқанына да сондай сенімсіздікпен қарайды. Ал енді нағыз елдің азаматын сайлау үшін осындай тікелей, адал, әділ сайлау болу керек. Бірақ болашақта туындайтын бірнеше мәселе бар. Ауыл әкімі мынау қаржылық тәуелсіздікке қалай қол жеткізетін? Ауыл әкімінің, ауыл әкімінің қолында қаржысы мықты механизм болмаса, ол қолында жүгені бар, бірақ аты жоқ адам сияқты болады. Ертең қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізу керек. Екінші, бұл тәуелсіз әкім болғаннан кейін аудан әкімімен, облыс әкімімен олардың пікірлерінің келіспеушілігі болуы мүмкін. Осы мәселені шешу керек. Ертең ол
ел сайлаған адамды ешқандай әкім жұмыстан шығарып сала алмайды. Және үшінші? Иә, осы әділ сайлауға елдің ықыласы осы ішінен шыққан азаматты сайлайтын болсақ, онда біз президенттің көрсеткен ұлттың сапасы дейді ғой. Сондай сапалы ұлтқа қол жеткізуіміздің бірінші баспалдағы. Бүгінгі әкімдердің ауылды тек бір аттап өтетін баспалдағы ретінде пайдаланып, арғарайғы карьерасына, арғарай кететін ауылға бір селқостық таныту, ол мысалы бүгін халқымыздың жартысы ауылда тұрады. Оның ішінде Қазақстанда ауылдардың бір-бірінен үлкен айырмашылығы бар. Алыстағы мысалы 500 адам тұратын ауыл бар. Астананың маңайында үлкен агломерация. Бүгін мысалы Қосшы ауылында 90 мың халық тұрады. Оның әкімі мүлдем бөлек. Осы ерекшеліктерді ескеріп отырып, біз осы сайлауды осы президенттің жолдауының тек аты бар, заты жоқ болып қалмау үшін осылай әділ азаматтарды сайлап бастауымыз керек. Ол екіншіден біздің мына Ақжол фракциясына, Ақжол партиясының бағдарламасында бар нәрсе. Тек қана бұл ауыл әкімдерін ғана емес, жаңа қалаларды, облыс орталығында қалалардың әкімдерін сайлау осы болашақта қолға алынатын іс деп санаймын. Үлкен рахмет. Азат Турлыбекович, недавно вы заявили, что каждый казахстанец должен иностранному дяде $9000. После этого Министерство национальной экономики выступило с разъяснением, что вы неправильно посчитали в этот внешний долг задолженности частных компаний, что бюджет отвечает только за долг правительства и квазигоссектора, а межфирменная задолженность не нагрузка для населения. Что вы им ответите? Спасибо. Я свой ответ на своем телеграм-канале разместил, но удивился, что если позицию Минэка все сайты, все СМИ поставили, мой ответ почему-то проигнорировали. Хотя в своем ответе я уличаю того вице-министра, который мне отвечал, в дилетантизме его ответа. Деление внешнего долга, разделение внешнего долга на государственный, квазигосударственный и межфирменный долг частного сектора, оно весьма условное, поскольку в любом случае по отношению к любой стране западные кредиторы, вообще международные кредиторы выстраивают позицию, исходя в том числе из странового рейтинга. Да, для госсектора, для квазигоссектора заимствование может быть менее дорогим, чем для частного сектора, но в любом случае общая политика выстраивается скорректированно, в одном ключе, в одной плоскости. Но при этом давайте посмотрим, что такое частный сектор, который у нас кредитуется за рубежом. Это не мясная лавочка, это не СТО где-нибудь там в районном центре. Это компании, которые либо занимаются добычей нашего сырья природного, либо нефти, либо газа, либо металлов и руды, либо финансовые институты, банки, страховые компании. Какие их активы берут кредиторы, когда кредитуют? В активы в расчет берутся обладание природными богатствами Казахстана, распоряжениями, либо депозиты компаний, частных лиц, а также платежи по кредитам. Кому принадлежат природные запасы в нашей стране? По Конституции недра принадлежат государству, а источником власти в Казахстане является народ. То есть, когда частная компания берет долг за рубежом, и при этом в расчет берутся ее активы в лице природных запасов, на самом деле получается, что ответчиком по этим кредитам выступает весь народ Казахстана. Каждый наш гражданин от старика до младенца. Когда кредит берет финансовый институт, будь то банк или страховая компания, и активом их рассматриваются депозиты, вкладчиками, где являются физлица, либо те же квазигоскомпании, либо предприятия, либо кредиты, по которым платят малый и средний бизнес, платят ипотечники, платят люди, которые взяли потребительские кредиты. Опять же, конечным плательщиком этого займа, хотя он считается межфирменным, выступают наши с вами граждане. Поэтому, господам из Министерства экономики, надо смотреть глубже, не формально, не бюрократически подходить, чтобы ответить и просто сбить волну, что называется, а понимать экономическое содержание того вопроса, который они обсуждают. Спасибо. Спасибо огромное. Құрметті спикерлер, қадірменді көрермен, менің журналист әріптестерім тікелей байланысқа шығуға дайын және өздерінің сұрақтарын жолдады, соларды қоюға кезек келді. Уважаемые спикеры, а также зрители, мы переходим к сессии вопросы-ответы. С нами на связи представители средств массовой информации, готовы задать свои вопросы. Қазақ Таймс редакциясынан Күлтегін Аспанұлы. Күлтегін, қайырлы күн, эфирдесіз, сұрақтарыңыз. Саламатсыз ба, қайырлы күн. Бүгін парламент сайлау қарсаңында Қазақстан парламентіне қан жүгіріп, осындай брифинг өткізіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Бірінші сауал. Ақжол партиясы 2016 жылы 540 мың дауыспен 7 орын иеленген еді.
алдағы уақытта мәжіліске партия құрамына депутаттыққа кімдерді ұсынбақ фракция тарапынан? Және жаңа шақырылымда жастарға орын беріле ме? Бұл бірінші сауал. Рұқсат болса мен жауап берейін. Енді алды уақытта біз келесі сайлауға кімді осы партиялық тізіміне енгіземіз деген сұраққа тек қана партиямыздың конференциялары және де партиямыздың құрылтайы ғана шешілуі мүмкін. Сондықтан алдын ала айту деген қиын. Бірақ партиямыз расында да лайықты, адал азаматтар жеткілікті, бар ондай азаматтар. Сондықтан оларды партиямыз осы келесі сайлауға ұсынады деп сенемін. Және де егер жастарға байланысты сұраққа келсек, қазіргі сайлау туралы заңның талабына сәйкес кез келген партиялық тізіміне кем болса 30%-дай, осы тізім ішіндегі азаматтардың 30%-дай не жастар 30 жасқа жетпеген, не әйел азаматшалары болу керек. Сол себептен әрине біз осы талапты орындаймыз. Жастарымыз болады тізімде. Жақсы. Келесі екінші сауал. Бүгінгі негізі бізге берілген ақпарат бойынша брифингтің тақырыбы Ақ жол фракциясының жұмысы туралы. Бірақ сіздер жолдауға қолдау мақсатында біраз мәлімдеме жасадыңыздар. Соған байланысты өзін демократиялық партия санайтын ақ жолдықтар парламент алаңындағы оппозициялық бағытын қандай нақты қадам әрекеттері арқылы дәлелдемек? Қоғамдық бақылау институты мен азаматтық қоғам және бақ өкілдерінің алдында нақты әрекеттер жоспарын тізімдеп бере ала ма? Партияның жаңа шақырылымға арналған бағдарламасының 5 ерекшелігін санамалап айтып бере аласыздар ма деген бізде сауал туып тұр. Жауапты Қазбек Жарылқасынұлы. Жақсы, өте жақсы сұрақ. Армысыздар әріптестер. Мынау енді Ақ жол партиясының ең басты мәселе өзге партиялардан айырмашылығы деп тұрған мұнда. Яғни Ақ жол партиясы парламенттегі өзге партиялардан айырмашылығы бұл жерде біздің ұлттық мүддені қорғау жолындағы ұлттық идеология, жалпы ұлттық саясат ұстануымыз бірінші айырмашылығы. Яғни біз мына партиялардың ішінде парламентте болсын, парламентте болмаған партия болсын, тұңғыш рет ұлттық саясат концепциясын ұсынған 2007 жылы қабылдаған, 2013 жылы алаш бағдарламасын ұсынған партиямыз. Және біз осы бағдарламаларда концепцияны ұсынып қана қойған жоқпыз, соған байланысты көптеген іс-шаралар өткізіп келе жатырмыз, жұмыс өткізіп келе жатырмыз. Біздің тәуелсіз қазақ парламентінің тарихында тұңғыш рет 2012 жыл 7 қазанда алаш арыстарының аты аталды. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы Міржақып бастаған, және олардың істерін дамыту, ұлықтау аттарын, яғни алаш мұрасын дамыту мәселесі үлкен сол 2012 жылы 95 жылдық кезінде аталды. Және 95 жылдығын біз сол кезде мемлекет атап өтпесе де, Ақ жол партиясы барлық облыстағы өңірдегі филиалдарымен атап өткен партиямыз. Одан кейін 100 жылдығында да солай болды. Өзіміз атап өтіп осылай қалдық. Енді мысалы қазақ хандығының 550 жылдығына келсек те, біз Ақ жол партиясы Азекең бастап 5 адам хат жазып, содан кейін қолға алынды, және бұл үлкен кең көлемде елбасының жарлығымен аталып өтті. Оны жақсы білесіздер. Ақ жол партиясы халықаралық мүшәйра жасады. Одан кейін алаштың 100 жылдығында да біз үлкен көлемде бүкіл республика бойынша ғылыми конференция өткіздік, халықаралық мүшәйра өткіздік, және оның істерін дамытып келе жатырмыз. 2013 жылдан бері 21 ғасырда алаштың ақ жолы деген біздің жалпы ұлттық байқауымыз бар. Бұл байқау биыл 8 жылы рет өткізілгелі жатыр. Яғни бұл байқау бойынша бізде 40 жасқа дейін ғалымдардың қазір шоғыры, алаштанушылардың шоғыры пайда болды. Оның өзі де бұл Ақ жол партиясының өзгелерден ерекшелігі деп атауға болады. Одан кейін тағы бір ерекшелігіміз, біз саяси бағдарламасына Қазақстанның азаматтығын алу үшін мемлекеттік тілді білу, конституцияны білу және тарихын білу емтихан тапсырған соң ғана Қазақстан азаматтығын алуға болады деп жазып қойған жалғыз партиямыз. Екінші айырмашылығы, екінші бізде демократиялық бағыт, парламентаризм жалпы. Яғни біз президенттік басқарудан парламенттік басқаруға көшуді ұсынған партиямыз. Әзірге жалғыз осы парламенттегі. Яғни бұл жөнінде өткенде партия төрағасы Азат Перуашевтың үлкен мақаласы да шықты, танысқан боласыздар. Яғни бұл
Бұған қоса біз бұған аяқ астынан кейбіреулер айтып жатқандай сайлау жақындағасын ғана келген жоқпыз. 2012 жылдан бері біз бұл мәселені қозғап келе жатырмыз. Парламентте өткелі бері Ақ Жол партиясы. 2012 жылы біз парламенттік оппозиция деген заң жобасын жасағанбыз. 2013 жылы оны Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жоғары бағалаған. Бірақ Еуропа жоғары бағалаған заң жобасын біздің қазақ үкіметі өткізбей тастаған. Тек 7 жылдан кейін 2019 жылға ұлттық кеңестің екінші отырысында ғана Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев көтеріп, сондықтан биыл ол қаңтардан бастап талқыланып, ол қабылданды. Енді осы парламенттік оппозиция туралы заңға тоқтала кетейін. Парламенттік оппозиция. Оны көбісі түсінбей жатыр кейбір. Мен мына Фейсбукта бақылап отырамын. Сол кезде үлкен шу болды. Парламенттік оппозиция заң жобасын Ақ Жол жасап жатыр. Ертең парламенттік оппозиция тек осы Ақ Жол ғана болады екен деп улап-шулап. Яғни бұның ішінде кәдімгі тәжірибелі өзі саясаткер санайтын, саясаттанушы санайтындар да жүр, саха журналистер де жүр, түсінбей жаңағы аттанға дүрмек қосып. Яғни бұл тек біз бұл заң жобасы ешқандай парламенттік оппозиция жасап бермейді ешкімді аяқ астынан. Бұл парламенттік азшылыққа кепілдік береді қосымша. Мысалы, біздің Ақ Жол партиясы қаншама сөз алар кезде микрофонды өшіріп қоюға шейін ұсыныстардың бәрін қабылдамай, жаңағы парламенттік оппозиция туралы заң жобасы да ұсынылған. 2013 жылы мысалы, біз 2012 жылы мемлекеттік тілді дамыту туралы заң жобасын жасағанбыз. Онда қазақ үкіметі өткізбей тастады қазақ тілі туралы заң жобасын. Яғни осындайлардың барлығында да оған кепілдік беріледі заң жобасы. Ертең ал парламенттік оппозицияны кім болады? Оны алдымызда парламент сайлауында қалай айқындайды? Кім екінші орын алатын партия, билік партиясынан кейінгі сол өзін айқындайды. Оны ешкім бұл жерде айтуға болмайды. Мысалы, тек қана Ақ Жол ғана болады екен деушілерге айтайын мен. Мысалы, бізде мынау базалық зейнетақы бар. Базалық зейнетақыны ең алғашқы ұсынған Ақ Жол партиясы. Яғни кез келген адам жұмыс істесін істемесін алдымен базалық зейнетақы ие болу керек. Түсінікті. Қазбек Жарылқасынұлы, жауабыңызды түйіндесеңіз. Жақсы. Яғни осы базалық зейнетақыны Ақ Жол ұсынды деп, базалық зейнетақыны тек Ақ Жол ғана алып жүрген жоқ қой. Бүкіл Қазақстан алады ғой. Сол сияқты бұл заңды біз жасап бердік. Ертең парламенттік оппозиция кім болатынын оны халық шешеді. Одан кейінгі тағы нәрсе демократиялық сайлау, жаңа әкімдер сайлауы. Бұрыннан бізде бар бағдарламамызда оны жаңа Азекең айтып өтті. Сыбайлас жемқорлық, тағы бір айырмашылығымыз. Сыбайлас жемқорлықты, яғни Ақ Жол партиясының көтеруде ол заңдылық, моральдық құқы бар басқа партияларға қарағанда. Одан кейін тағы мына кәсіпкерлікті бізде қолдап жатырмыз, шағын және орта бизнесті. Мемлекеттің дамуы шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына байланысты. Ол жолында мемлекет жеңілдік жасау, тағы басқа 3 жылға шейін жаңадан қойылған кәсіпорындар салықты азайт төлемеу, осындай мәселелердің бәрі бізде жасалған. Жақсы, рахмет. Нақтылау сауалы. Қысқа нұсқа. Нақтылау сауалы. Қысқа нұсқа. Жаңа келесі шақырылымнан үмітті Ақ Жол партиясы алдағы уақытта құқық қорғаушылар саяси тұтқын деп санайтын Қазақстандағы 16-17 Макс Боқаев, Арон Атабек секілді белсенділердің шығарылуына атсалыса ма, осы бастаманы көтере ме екен? Естуші мемлекеттің бір парламент шығарушы органның өкілі ретінде. Сұрағыңызға рахмет. Біз енді, мен сізге айтайын, депутаттық құзыретті пайдалана отырып, егер Ақ Жол партиясының депутаттарына осы сіз айтқан азаматтардың не өздері, не олардың өкілдері, не олардың адвокаттар бұндай өтінішпен шықса, әрине біз оны қарастыраламыз және де тиісті жауапты мемлекеттік органдарға өзіміздің пікірмен жібере аламыз. Күлтегін? Ақ Жол партиясы өзі бастама көтере алмай ма бұл туралы? Бұл мәселе былай ғой. Кез келген азаматтың өзінің азаматтық құқығы бар. Егер азамат өзі бұндай бастамамен шықпаса, мен сізге айтайын, тіпті заң бойынша мына прокуратура органдар болсын, сот болсын, адамның арызын қарастыру үшін не бұл адамның өзі, не оның заңды өкілі ғана осындай өтінішпен шыға алады. Ол процедура түсінікті. Келесі басқа кездерде осындай саяси тұтқындар деп аталатын
белсенділердің қамалуын болдырмас үшін профилактика ретінде бұл бастама көтеріле ме деген сауал. Әрине бұндай мәселе бар, оны қарастыруға дайынбыз. Егер сізден нақты ұсынысыңыз бар болса, келіңіз ақылдасайық сол жайында. Жақсы, рахмет. Күлтегін сұрақтарыңызға рахмет. Бізде кезекте Амангелді Сейітхан, Қазақстан арнасының журналисі. Сіз тікелей эфирдесіз, сұрақтарыңыз. Амангелді Сейітхан, қайырлы күн. Естіліп тұр ма? Я, естіліп тұр, аха. Рахмет. Құрметті Азат Тұрлыбекұлы, сіз жыл басында офшордағы қазақстандық шенеуніктердің ақшасын қайтару үшін Біріккен ұлттар ұйымының тобына партия осы Ақ жол партиясының өкілдерін қосуды сұрағансыз, сондай ұсыныс жасағансыз. Сол ұсыныс қабылданды ма? Жалпы сол өзіңіз атап өткен 167 миллиард доллар қаржыны елге қайтару партияның негізгі бағыты дегенсіз. Содан бері қазір енді қандай жұмыстар жасалып жатыр, қандай нәтижелер бар осы бастама бойынша? Рахмет, өте өзекті мәселе. Тағы бір сұрағым бар. Өте өзекті мәселе. Расында да біз бұл осы деофшоризация деген саясатты бұрыннан атқарып келе жатырмыз. 2012 жылдан бастап мемлекетке, яғни үкіметке, бас прокуратураға 20 шақты депутат сауал жібердік. Енді жақында ғана мына оң жанындағы арнайы осы офшорларға қарсы жұмыс тобы құрайды деген ақпарат естіп алып, біз осы өзіміздің ұсынысымызды сыртқы істер министрлікке жібердік. Сыртқы істер министрліктің жауабы бойынша бұл жұмыс тобы бір бөлек мемлекеттің емес, халықаралық деңгейдегі болады. Ол кезде Қазақстан өкілі бола ма жоқ па деген олар өздері әлі білмей жатыр. Егер қазақстандықтарды сол жұмыс тобына кіргізсе, міндетті түрде олар парламенттің депутаттарда соған ұсынады деген жауабы келді бізге. Ал мына офшорлық аймақтарға шығарған ақшамызға байланысты бұл үлкен мәселе. Бұл мәселемен айналысатын әрине тиісті құқық қорғау органдары ең алдымен. Біз қазір енді мен өз атынан мысалы осы мәселеге байланысты бірнеше өзіміздің шетелдегі әріптестерімізбен түрлі мына Еуропадағы Еуропарламенттің депутаттары, Британияда, Швейцариядағы депутаттарменен осындай пікір алмасуды жүргіздім. Және де Азиядағы мемлекеттердің өкілдерімен жүргіздім. Біздің ойымызша осы жұмысты екі бағытқа бөлуіміз керек. Біріншіден, мына расында да бұрын кезде елімізден шығарған заңсыз жолдармен шығарған ақшаны, бұл деген еліміздің халықтың ақшасы ғой, қайтару мәселе деген бөлек бір. Және де мына бұл ағымды, яғни ары қарайда бұндай жұмыстарға кедергі салу деген бөлек мәселе. Мына екінші бағыт бойынша қазір ФАТФ деген халықаралық келісімі бар. Сол келісімге сәйкес қаржылы мониторинг деген әдістеме пайда болып отыр. Соған сәйкес біз жақында ғана парламентте қарастырып тиісті заң қабылдадық. Ал мына ақшаны қайтару деген бұл ұзақ мерзімді жұмыс. Мен білгенімше бұндай жұмыспен енді ол жерде көп құпиялық ақпарат бар шығар. Себебі біздің сауалдарымызға не өзіміздің құқық қорғау органдары не сияқты, бас прокуратура секілді, не халықаралық деңгейдегі мекемелердің жауабы бойынша бұл ақпарат мына банктік не дейді, құпиялық заңымен қорғаған, сол себептен олар бізге ашық ақпаратты бермей отыр. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрағыңыз. Жақсы, рахмет. Енді екінші сұрағым Күлтегін Аспанұлына ұқсас. Жалпы қазір енді білесіздер, Нұр Отан партиясы партияшылық іріктеу жасап праймериз өткізіп жатыр. Бұл әлеуметтік желіде де, қоғамда да қызу талқыланып жатыр. Жалпы сіздердің партияларыңызда осындай праймериз өткізу жоспары бар ма? Одан кейін қазір партияның жалпы мүшесінің саны қанша, нақтылап айтсаңыз? Қысқа. Біріншіден, біз енді праймериз деген әдістемені бұрыннан пайдаланып отырмыз. Былтырғы жылы мысалы президенттік сайлау алдында осындай ашық бәсекелестік арқылы партиямыз атынан осы сайлауға қатысқан үміткерімізді таңдадық, сайладық. Дания Мандиқызы 6 үміткер арасында сол праймеризде жеңді. Сол себептен съез үстінде, партиямыздың құрылтай үстінде құпиялық дауыс беруменен сайлап қойдық. Яғни біз үшін бұл әдістеме таңыз, және де оны ары қаратай пайдалануға біз пайдалануды жоспарлап отырмыз. Ал қазір кезде
мына Нұр Отан партиясы өткізіп отырған праймериздің де біраз үйренетін де және де не сияқты сабақтай алатын да тәжірибе болып отыр. Соны да қарайық. Несі қандай ол? Негізінде меніңше өте қызық, өте дұрыс бастама сияқты. Үлкен рахмет. Партия мүшелерінің санын айтып өтсеңіз. Партиямыздың қазіргі кезде тіркеуден өткен 280 мыңдай мүше бар. Бірақ мен сізге айтайын, бұл негізінде совет кезінен қалған әдістеме. Негізінде батыс елдерде, дамыған демократия мемлекеттерде мынандай мүшелік билет сияқты, мүшелікті санау деген сияқты практика жоқ. Негізінде өткен сайлауда осы партия үшін дауыс берген сайлаушы осы партияның қолдаушы партия мүшесі деп есептеледі. Мысалы, соңғы сайлауда біз 600 мыңдай дауыс жинап алдық, яғни осы партиямыздың нақты мүшелердің саны сол жарты миллионнан астам деп санауға болады. Үлкен рахмет. С нами на связи Наубет Бисенов, Bloomberg News. Наубет, добрый день, ваши вопросы. Здравствуйте, у меня вопрос господину Перуашеву. Правительство, которое представляет правящую партию Нур Отан, в лице замминистра труда сказало, что правительство не рассматривает введение универсального базового дохода в Казахстане или поднятие минимальной заработной платы до уровня средней заработной платы по стране. Вот я хотел узнать, партия Ак Жол, она будет этот вопрос включать в свою предвыборную программу? И если партия Ак Жол победит на выборах и придет к власти, сформирует правительство, будет ли оно это претворять в жизнь? Спасибо. Во-первых, огромное спасибо за ваш оптимизм в отношении наших перспектив. Меня это радует, постараемся оправдать. Значит, что касается базовых выплат, уровня зарплаты и социальных выплат, я скажу одну вещь. В целом, мы в своей программе, значит, на предыдущих выборах неоднократно заявляли, что, на наш взгляд, нужно уходить при расчете пенсии, расчете минимальных зарплат от вот этих условных показателей, таких как МРП, минимальный расчет. Что это такое? Это из воздуха взятая цифра, а все в ней пересчитывается. Надо исходить из потребительской корзины. В потребительскую корзину включается продуктовый набор минимальный, на что человеку выживать, коммунальные расходы, транспортные расходы. Вообще-то в цивилизованных странах включают туда и культурный досуг, походы там в кинотеатр и так далее. Расходы на приобретение одежды. Вот тогда мы будем понимать, какая минимальная зарплата, каков реальный прожиточный минимум в нашей стране. А когда мы посчитаем по МРП, которое на усмотрение госорганов сегодня устанавливают, завтра меняют, то это очень, на самом деле, оставляет за гранью бедности, оставляет на грани выживания очень многих наших граждан. И нынешняя ситуация с пандемией, когда 49 500 тенге оказались спасительной вот этой соломинкой для тысячи, даже миллионов граждан, она показала, насколько у нас мы дутыми цифрами оперируют наши госорганы. Поэтому, безусловно, нужно уходить от вот таких абстрактных понятий, надо перевести их в конкретные стандарты уровня и качества жизни. Мы такие вещи планируем, но какая будет сама предвыборная программа, это покажет съезд, который будет утверждать. Сейчас мы над этим документом работаем, в том числе с участием наших филиалов в регионах. И конкретный текст мы узнаем только по утверждению на съезде. Но могу сказать, что эти вопросы находятся в центре нашего внимания. Спасибо. Наубет, следующий вопрос. Вопрос, да, вот для избирателя, каково ваше главное отличие от правящей партии Нур Отан? Ну, отличий я бы назвал много, но самое главное, мы считаем, что необходимо постепенно, может быть, не одним разом, но поэтапно, планомерный уход от монополии власти к системе сдержек и противовесов, через укрепление институтов парламентаризма. Это наше основное требование. Наубет, благодарю за вопросы. Спасибо. Азамат Сыздыкбаев, Казинформ. Вопрос для Дании Испаевой. На последнем пленарном заседании Мажилиса вы озвучивали депутатский запрос касательно проверки расходования средств Министерством образования и науки. Последовала ли какая-то реакция со стороны правительства? Сдвинулся ли вопрос с мертвой точки? И уточняющий вопрос от журналиста сразу. Удовлетворены ли они пояснениями Министерством образования и науки? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос.
какая реакция была, да? Ну, наверное, реакция была мгновенная. Дело в том, что буквально в тот же день, когда был оглашен этот запрос, это было 9 сентября, после обеда Министерство образования с участием 3 вице-министров образования сделали брифинг. Действительно, этот вопрос бородатый. Только за последний год партия «Ак Жол» четырежды направляла запрос Министерству министра образования о состоянии цифровизации системы образования. И наш последний запрос, который был предпоследний, от 29 июля, мы ставили конкретные вопросы. Куда подевались, как использованы те деньги, которые были выделены из республиканского бюджета, это 27,2 миллиарда, и как используются, и почему до сих пор не освоены деньги Всемирного банка, ратификацию которого уже подписали в 2018 году. На сегодня, на момент, когда мы огласили запрос 9 сентября, ответ мы не получили на тот запрос, который от 29. То есть государственный орган нарушил все сроки, отведенные законом. И мы вынуждены были 9 сентября уже этот запрос сделать на имя премьер-министра, потому что Министерство образования своевременно не ответило на наш запрос. И буквально позавчера мы получили, и вы знаете, когда мы делали этот запрос, мы делали в адрес Министерства образования и Счетного комитета. Счетный комитет ответил, что сейчас начинается проверка использования тех бюджетных средств, которые были выделены из республиканского бюджета. А средства, которые не освоены в размере 67 миллионов долларов, заключенные с Международным банком, они заложили план проверки 2021 года. Что касается ответа МОН, буквально вот перед приходом сюда, мы чисто неофициально получили ответ. И вы знаете, вот на тот вопрос, удовлетворены вы этим ответом или нет, я скажу, что нет. Почему? Потому что в своем ответе Министерство образования ссылается на то, что по техническим причинам в течение 3 лет этот займ не был освоен. То нужно было провести тендера, то опять этот же карантин. Правда, я не понимаю, как может пандемия или карантин отразиться на составлении законов там, или технического задания. И в конечном итоге Министерство образования заявляет, что те суммы денег внутри этих 67 миллионов, 38 миллионов долларов, это почти 52% этих средств, они не будут осваивать, потому что эти деньги были предназначены на компьютеризацию и на покупку медийного оборудования. Получается, что сегодня и в этом же письме министр образования говорит, что вместе с тем, согласно утвержденного плана, мы собираемся деньги Всемирного банка использовать на улучшение качества учебников. Это вот такой ответ. Совершенствование формата содержания этого педагогического образования, изменение образовательных программ. Но извините, разве можно международные деньги использовать на те текущие вопросы, которые Министерство образования получает в рамках бюджетных наших средств? Поэтому этот ответ нас не удовлетворил. И я думаю, что мы продолжим эту тему. Использование международных денег на те цели, которые сегодня предполагает использовать Министерство образования, это не должно быть вообще. Потому что обслуживание международного займа, вот мы посчитали, за 17 лет, кредит был взят на 17 лет. Обслуживание этого займа составляет 18,5 миллионов долларов. Вот представьте, мы вместе с 67 миллионами долларами должны плюс вернуть 18,5 долларов. И это кроме того, что мы сейчас ежедневно платим Международному банку за неосвоение этих денег. Понимаете? То есть ежегодно 160 тысяч долларов просто за то, что мы не осваиваем. Спрашивается, какова эффективность? Поэтому этот ответ Министерства образования нас не удовлетворил. Единственное, что счетный комитет сейчас в 4-м квартале, до конца 4-го квартала пообещал проверить эффективность тех денег, которые выделены из бюджета, и обещал до конца года предоставить нам результаты этих проверок. Благодарю за ответ, Дания Мадиновна. Татьяна Казанцева, газета «Литер». Какие направления в своей работе планирует усилить ваша партия после послания главы государства и как расставлены акценты в непростой кризисный период? Спасибо. Ну, вы знаете, что во время пандемии, конечно, с начала введения чрезвычайного положения уже 11 марта мы выступили с депутатским запросом
по поводу необходимости поддержки и населения, и предпринимателей. Неоднократно направляли там порядка 12, по-моему, или 15 обращений, заявлений, писем было направлено нами в правительство, в Национальный банк, в агентство по регулированию финансовых рынков о том, что предпринимаемые меры в недостаточной мере отвечают ситуации. Критиковали Минздрав за провалы в обеспечении медикаментами. Еще в мае месяце, по-моему, направили мы этот запрос о том, что практически провал идет по системе здравоохранения. То есть в период пандемии, конечно, приходится пересмотреть многие приоритеты. И почему я сейчас говорю, что программа еще у нас в работе, поскольку внесены очень большие коррективы в расстановку этих приоритетов. Сегодня на первое место вышло человеческое измерение. То есть вопросы качества жизни, вопросы преодоления борьбы с бедностью, вопросы борьбы с безработицей, вопросы поддержки тех предприятий, которые создают рабочие места. Сегодня вот этот уровень жизни, сохранение рабочих мест, наверное, один из приоритетов вещей. Но это не подменяет при этом вопросов развития дальнейшего. Буквально на днях прошел форум машиностроителей, где я вел дискуссионную, панельную дискуссию по поводу перспектив развития машиностроения. Машиностроение определяет уровень технического и технологического развития экономики, сложности экономики. И мы видим, что у нас ресурсы в этом отношении еще огромные есть. То есть, если говорить о дальнейшей нашей программе, вот эти вещи, конечно, будут отражаться в части перспектив и требований по экономическому развитию. И думаю, что в этом направлении будет осуществляться работа партии, в том числе, повторюсь, вот в послании мы видим, что на социальные вопросы президент Токаев выделил приоритетное внимание. И это сегодня забота не только президента, это сегодня забота любого представителя государства, в том числе депутатов, поскольку это наши люди, это наше общество, это наш народ, нам нужно заботиться о наших гражданах. Благодарю огромное. Уважаемые спикеры, давайте постараемся максимально ответить на большее количество вопросов. Следующий. 31-ші арнадан Гүлназ Сайлауқызы. Сіздер өздеріңізді парламенттік оппозиция санайсыздар ма? Санасаңыз, неге қарсылас партия көшбасшысы орнынан кеткенде қимай тұрмын деп көзіңізге жас алдыңыз? Азат Тұрлыбекұлы. Рахмет. Бұл мен Қазекеңе, Бекеңе бұл сұрақты берейін десем, өзім жауап беруге мәжбүрмін. Расында елбасы өз орын берген кезде мен енді қимай бұл жаңалықты қарсы алдым. Енді бұл еркектерде кейде сонда сентименталды болуы мүмкін. Бұл ұялатын меніңше жайт емес, бұл қылмыс емес, бұл кез келген адамның өзінің жеке эмоция болуы мүмкін. Саясаткер де адам ғой. Бірақ бұл деген бөлек, эмоция деген бөлек, ал өзіміздің саяси ұстанымдарымыз бір бөлек. Мен бағанағана айттым ғой, біздің ең басты мақсатымыздың бірі бұл мемлекетіміздің ары қаратай даму мәселесі. Расында да тәуелсіздік алған кезде мемлекетіміз алдында басқа мақсаттар, басқа мүмкіндіктер пайда болған. Қазір кезде мақсатымыз өзгеріп бара жатыр. Біз елімізді ары қаратай тәуелсіз қалыптасқан мемлекетімізді ары қаратай дамытуымыз керек деп санаймын. Сол жолында әрине біз демократияландыруға ерекше назар аударуымыз керек. Мына парламентаризмді дамытуға, парламенттік республика деген институттарды енгізу бағыттарға ерекше назар аударуымыз керек. Ал Ақ жол партиясы парламенттік оппозиция бола ма, жоқ па, оны біздің сайлаушыларымыз жақын арада, Құдай бұйырса, мына келе жатқан науқанның ішінде шеше алады. Рахмет. Көп ер азаматтардың бойында кездеспейтін бір қасиетіңізді білдік. Жақсы, келесі сұрақ. Нұр Отан партиясы өткізіп жатқан праймеризді сарапшылар парламенттік сайлау алдындағы үгіт насихат деп жатыр. Бұл туралы не айтасыздар? Сіздер бұл бағытта қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар дейді. Қысқа нұсқа, Қазбек Жарылқасынұлы. Жалпы мен осы жақын таяуда бір мақаламның ішінде осы Нұр Отан өткізіп жатқан праймеризді жалпы өзіме ұнағанын айттым. Себебі бұл праймериздің кезінде бұрын елге танылмаған көптеген адамдар шығып жатыр, көптеген тұлғалар. Оның ішінде мысалы Нұр Отан бұрын айнала қашып соқпайтын бір не бар, ұлттық мүдде мәселесі, тіл мәселесі, мемлекет тіл мәселесі. Соған қазіргі праймеризде Нұр Отанның атынан түсіп жатқан азаматтар, мысалы Айдос Шұқанұлы, Бейбіт Оспан, тағы басқа, кеше Қазбек Дәуітәлі айтып жатыр, кеше неде телеарнада. Осындай жаңа есімдерді жарқыратып шығарады. Сонымен қатар оның ішінде кімнің кім екені де білініп жатыр, халық. Бұл жерде енді праймериздің мақсатын сұрап отырса, праймериздің мақсаты алдын ала іріктеп алу ғой партияның ішінде.
Ал біз жаңа Азекең айтты, біз президент сайлауы кезінде бұл праймеризді пайдаланғанбыз. Жақсы, рахмет. Бақ KZ-тің тілшісі Дания Еспаеваны мәжілістегі білім министрлігіне қатысты депутаттық сауалы қоғамда қатты талқыланды. Көбісі бұл Асхат Аймағамбетовке жасалған шабуыл деп жатты. Осыған байланысты не айтасыздар? Жалпы дүниежүзілік банктен алынған 67 миллион доллар туралы мәселені Ақ Жол партиясы жиі көтеріп жүр. Партия төрағасы Перуашев мырза да отандық басылымдардың біріне берген сұхбатында да осы туралы айтқан дейді. Негізінен бұған Дания Мәдин қызы жауап берген болатын орыс тілінде, бірақ сұрақ қазақша қойылғаннан кейін. Рахмет. Берік Сәлімжанұлы, өзіңіз жауап берсеңіз. Жаңа бұл сұраққа Дания Мади қызы толығымен жауап берді деп санаймын. Бірінші мәселе, жалпы біздің бұл сұрағымыз Асхат Аймағамбетов мырзаға жеке азамат ретінде емес, министр ретінде қойылған сұрақ. Керісінше айтарым мен. Асхат Аймағамбетовті бүгінгі таңдағы аз қазақ тілді ұлтжанды азаматтардың бірі деп аса құрметпен қараймыз. Ол азаматтың министрдің орынбасары болған кезінде біздің фракцияға келіп, талай сұрақтарымызға тікелей жауап беріп, қарым-қатынасымыз мына партияменен өкілетті органдардың министрлерінің арасындағы қарым-қатынасымыз өте жақсы. Сондықтан мына әлеуметтік желіде тарап кеткен Асхат Аймағамбетовке қарсы бір шабуыл жасау деген мүлдем теріс нәрсе екенін айтқым келеді. Біздің айтайық деп отырғанымыз интернеттің жағдайын бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар қандай екен. Ол қаржы егер игерілмесе, сол қаржыны сұрауға ұйытқы болған бұрынғы министрліктің өкілі кім? Ол қандай жаза тартты? Оны несіне алдық біз 67 миллионды сонша ратификация жасап, оны игермейтін болсақ? Соған кім жауапты? Сосын бүгінгі бір жылдағы төлейтін төлем ақы осы қарызды қызмет атқару үшін 165 мыңнан артық, 165 мың ақш долларынан артық қаржы төленеді. Сол кімнің арқасынан төленіп жатыр? Осы үшін кім министрлікте жауап берді деген сұраққа жауап алғымыз келген. Оның үстіне бұл қарыз алынған кезде Асхат Аймағамбетов министр болмаған. Сондықтан бұл біздің Асхат Аймағамбетов жеке басына деген сұрағымыз емес, бұл министрлікке партияның өкілетті орган ретінде қойған сұрағы. Рахмет үлкен. Қосымша айтатыным бар. Негізгі мәселе, мына қазір кезде қашықта сабақтар бастаған кезде осы цифрландыру деген бағдарламаның кемшілігі анық болды баршамызға. Ал сол бағдарламаға мемлекет аямастан, бұрыннан бастап, 2-3 жыл бастап қаржы бөлінген болатын. Мәселе сонда, неліктен әліге дейін осы қашықтай сабақ беру, қашықтай оқу деген үрдісі дұрыс болмай жатыр деген. Қысқа. Өйткені бұл мәселеге мен жақында мақала жазғам, сондықтан да мен бір-екі сөз қосып кетейін. Жалпы бұл жерде сұрап отқан халықтың қаржысы ғой. Сондықтан да мен өткенде жаздым, халықтың қаржысын сұраған Ақ Жолды айыптамау керек, қайта алғыс айту керек деп, бұл жерде бірінші мәселе. Екінші мәселе, жаңа Бекең дұрыс айтты, біздің ол санаулы мектептен келген ұлтшыл министрлердің бірі. Ең көп біздің Қазақ үні газетінде мысалы қолдайтын, ең көп мақтап жазылатын министріміз. Ол тілді, мемлекет тілді дамытып жатыр, мектептерде дамытып жатыр. Мысалы кешегі біздің Ақ Жолдың несі шыққаннан кейін әліппені қайтарған министрді неге кінәлайсыңдар дейді. Сонда біз қазақ халықтың ақшасын сұрамауымыз керек пе біріншіден. Екіншіден, әліппені қайтарған министр Аймағамбетов түгіл, әліппенің авторы Ахмет Байтұрсынұлы министр болса да, халықтың қазынасына қаржысын қайда кеткенін есеп беру керек деп есептейміз. Жақсы, рахмет. Бір ауыз сөз айтып өтсеңіздер, бұл қаржының мақсаты ауыл мен қаланың арасындағы интернеттің сапасын теңестіру деген бір керемет игілікті іске алынған болатын. Ауыл деген біздің алтын бесігіміз. Осыдан 3 жыл бұрын алынған ақша игерілген болса, біз бүгінгідей төбеге шығып, болмаса бұтақтың ағаштың басына шығып, интернет ауылда ұстамаушы еді, егер сол ақша игерілген кезде. Сол үшін ауыл үшін жанымыз күйіп, біз осы сұрақты қойып отырмыз. Өз аттарыңыздан көпшілікті алаңдатып отырған сұраққа толыққанды жауап берілген деп санайық. Арайлы Мурат, Казинформ. Вопрос, Азат Турлыбекович, вам адресован. Ранее вы рассказывали о том, что побывали в ряде регионов, селах, чтобы помочь населению в период пандемии. Закупали аппараты ИВЛ, помогали продовольствием нуждающимся семьям. Какая работа проводится или будет проводиться фракцией Ак Жол в этом направлении? Ну, действительно, в период карантина, в период пандемии, многие из нас, практически все члены фракции Ак Жол, выехали по регионам. Мы постарались
именно уделить внимание тем регионам, которые обычно остаются на периферии, скажем так. Я был, например, в Аркалыке, был в Жанатасе, был в Акмолинской области, то есть не по столице, не по крупным городам ездили, а именно по небольшим городам, по районным центрам, по селам в районах. Задача была такая, узнать, что происходит. И реально помогали людям. Где-то вот какие-то аппараты, значит, дыхательные поставляли в больницы, защитные костюмы, помогали многодетным с продуктами. Некоторым семьям по их просьбе обеспечили, значит, там планшетники и так далее, как раз для дистанционных занятий. Но в действительности это не есть только наше дело. Я вам скажу, что есть люди, которые гораздо больше нас сделали. Есть масса предпринимателей, просто рядовых граждан, просто, кстати говоря, гражданских активистов, волонтеров, которые это делают и об этом не говорят. И это очень большой труд, я думаю, что надо сказать спасибо этим людям, которые показали реальный патриотизм и реальную любовь к своему государству, к своей стране, к своему народу. Мы, безусловно, работу такую будем продолжать, но есть второй момент. По-хорошему получилось так, что общество затыкало те дыры, которые проморгали государственные органы. Общество было вынуждено организовываться, закупать медикаменты, доставлять из России, потому что специально для этого созданная компания с государственным участием 100% не выполняла эту работу, не справилась с этой задачей. Общество было вынуждено закупать дыхательные аппараты, поставлять во все больницы, потому что был нарушен стандарт. Оказывается, компания государственная, которая должна была за этим следить, получается, за взятки просто принимала в эксплуатацию стационары, не обеспеченные реанимационным оборудованием. И так далее. Вот это, кстати говоря, то есть повод не только годится, повод сделать большую работу над ошибками, разбор полетов. Почему так произошло? Потому что, безусловно, каждый гражданин, каждый из нас отвечает за свою страну, но для этого, в конце концов, есть государственные органы, которые финансируются из налогоплательщиков, из-за наших налогов. И я думаю, что здесь нам нельзя будет просто успокоиться на том, что мы сейчас будем каждый раз все эти дыры затыкать. Да, будем помогать своим гражданам, но при этом спрос за тех, кто должен этим заниматься по работе, кто за это получает зарплату, кто на это получает миллиардные суммы, он должен все-таки находиться во главе угла. А какая работа будет проводиться партией в этом направлении? Вот один из примеров мы только что разбираем. Когда мы спрашиваем у уполномоченных государственных органов за те деньги, которые выделялись из бюджета, за те деньги, которые привлекались в долг у международных организаций, как они эти деньги использовали, почему произошло так, что те цели, на которые они привлекались, так и не сработали. Благодарю за ответ. Әселім Қалкен, ТДК 42 телеарнасы. Ақжол партиясының алдағы сайлаудан үміті қанша пайыздық көрсеткіште? Байқағанымыз партия қатарына жаңа адамдар келіп жатыр, және партияның бағыт бағдарына өзгеріс ене ме дейді. Жауапты Берік Сәлімжанұлы, өзіңіз бересіз бе, жолда Қазбек Жарылқасынұлы. Қысқа нұсқа тек. Қандай сұрақ дедіңіз? Ақжол партиясының алдағы сайлаудағы үміті қанша пайыздық көрсеткіште? Және байқағанымыздай партия қатарына жаңа адамдар келіп жатыр дейді. Партияның бағдарына өзгеріс ене ме дейді? Біз енді бәйгеге түскен, кез келген дүлділ, жүйрік оссам деп түседі. Соңында шаңға ауып қалсам деп түспейді. Біз бұрынғы алып жүрген өзіміздің осаққа дейін процентін одан кемінде екесе көп алсақ па деп ойлап отырмыз. Өйткені басқа да партиялық не бар. Өйткені мына қоғам өсіп келе жатыр. Қоғамның ұлттық санасы өсіп келе жатыр. Қазір біледі, мынау әлеуметтік желі бар, кімнің кім, қандай партияның қандай партия екен. Сондықтан үмітіміз зор, бірақ оны сайлаушылар анықтайды. Одан кейін бізде сайлаушы деген мәселеде мынандай нәрсе бар ғой. Мәселе сайлауда емес, санауда деп даусын. Сол санаудан бұрынғыдай жаңағы қателер, бұрмалаушылықтар кетпесе, біз ойымыздағыдай санды ие боламыз деп ойлаймыз. Екіншіден жаңағы бізге көптеген жаңа тұлғалар келіп жатыр. Осы жақында ғана жаңағы белгілі алаштанушы ғалым Сұлтанхан Жүсіпұлы келіп өз еркімен күні кеше фракциямызда 82-ге келген жазушы, белгілі жазушы, журналист, драматург Өтен Ахмет келіп өтті. Өңірлерде де сол өңірде үлкен танымал белгілі адамдардың бәрінен күнде бізге өтініш түсуде. Фейсбуктағы парақшамда да маған күнде біз қалай өтсек болады, қалай қабылдансақ болады деп Ақжолға ұсыныстар өте көп. Рахмет. Құрметті спикерлер, біз 5 минуттан кейін пресс-конференцияны аяқтауға мәжбүрміз, сондықтан жауаптарыңызды қысқа берсеңіздер. Жақсы. Біріншіден, Қазекем дұрыс айтты. Біздің үмітіміз зор, бірақ осы қанша пайыз жинаймыз, қанша дауыс жинаймыз, осы сұраққа нақты жауап тек қана сайлаушылар бере алады, еліміз бере алады. Жақсы. Екіншіден, неге байланысты партиямызға жаңадан түскен
мүшелер туралы айтсақ, мына Нұр Отанның праймеризі бізге де пайдалы болды, сізге айтайын. Себебі көп адамдардың саяси санасы оятқан сияқты, көп адамдар саясат туралы ойлана бастады, және сол себептен партиямызға күн сайын расында да көп жүздеген арыздар түсіп жатыр. Спасибо. Такой же вопрос, только на русском языке, задает Серикжан Маулетбай, Информбюро. Пойдут ли на следующие выборы и на какое количество голосов они рассчитывают? И будут ли они снова проводить праймериз? Пожалуйста, в 3 предложениях. На выборы, безусловно, пойдем. Это требование закона. Значит, что там было дальше? Какое количество голосов? На этот вопрос мы, конечно, я думаю, что мы усилим свои позиции, но точно ответ, конкретно этот вопрос дадут только наши избиратели, только наше общество, наш народ. И относительно... Что там было? Будут ли они снова проводить праймериз? По праймериз, вы знаете, по нашему опыту мы проводили в прошлом году при участии в президентских выборах. Что касается дальнейшем применения этой методики, мы сейчас посмотрим на опыт большой партии Нур Отан. Только, говорят, дураки учатся на своих ошибках. Мы предпочитаем учиться на ошибках наших партнеров. Спасибо. Жанар Сердалина, БС Ньюс КЗ. Вопрос господину Первашеву. В своем депутатском запросе вы предложили отказаться от высокого финансирования банков за госсчет и понизить ставки кредитов для малого и среднего бизнеса. Насколько это реально, на ваш взгляд? И как ответили на ваше предложение монетарные власти? На этот вопрос уже отвечала Дания Мадиевна Испаева. Мы отправили запрос правительству, значит, ответ пока не пришел. Ждем. В таком случае мы успеваем подключить на прямой связи. У нас Мадина Жаткамбаева, Инфозакон КЗ. Мадина, добрый день, ваши вопросы. Саламатсыздар ма? Саламатсызба. Өздеріңіз айтып кеткендей, өкіметті жемқорлықтан тазарту деп. Елімізде праймериз бірінші рет өтіп жатқандықтан бәрімізге белгілі. Халық арасында байланысты мықты көкейлер жеңеді деген пікірлер көп. Әлеуметтік желі арқылы праймеризге ұсынылған үміткерлердің тізімін қарап отырып, мемлекеттік лауазымда қызмет атқарып жүрген, аты шулы, өткен шаға сыбайлас жемқорлықтың көріністері байқалып, бірнеше рет тексеріс жүргізіліп, қылмыстық іс қозғалып, құрамы болмағандықтан істер жабылып, судан ақ сүттен таза болып жүрген, үнемі үстінен арыз дау кетпейтін, қазіргі уақытта Қожа Ахмет Яссауи атындағы университеттің президенті Болатбек Абдрасилов Серікбайұлы, халық қалаулысы заң қабылдауға, депутаттыққа үміткер бола ма, лайықты ба? Халыққа осындай депутаттар керек па? Осы туралы айтып кетсеңіздер. Рахмет. Жауапты? Жауап бере салайын. Қазбек Жарылқасымұлы. Мен жалпы сұрақтың жобасын түсіндім. Енді ол праймериз біріншіден ақ жолдық емес. Ол Нұр Отан партиясынікі. Енді Нұр Отан партиясының праймеризге менің байқағаным, ол жерде кім өз еркімен праймеризге қатысқысы келеді, барлығына жол ашып қойған. Сондықтан олардың бәрі де қатысады, ал іріктер кезде Нұр Отан партиясы өзінің съезі бар, жаңағы конференциясы бар, басшылары бар, солар өздері шешеді деп ойлаймын сіздің бұл сөзіңізге байланысты. Мадина, келесі сұрағыңыз қысқа нұсқа қойсаңыз. Екінші сұрағым енді осы Ақжол партиясына осы сіздер де айтып кеттіңіздер, праймеризге өтініштерді білдіріп жатқан үміткерлеріміз көп деп. Енді сіздер осы қателікті кетірмес үшін сіздер қандай тексерулер жүргізіп жатырсыздар? Мадина, сұрағыңызды қайталасаңыз. Мен айтып отырмын, Ақжол партиясы праймеризге қазір өтініштерін білдірген үміткерлер бар деп айтып кеттіңіздер ғой жаңа. Жаңа үміткерлер келіп жатыр деп отырсыздар. Осы енді Нұр Отан партиясына осындай үміткерлер, қазір мен сізге баяндап кеткен осындай азаматтар сіздерге түспеу үшін сіздер қандай тексерулер өткізесіздер өздеріңіздің үміткерлеріңізді? Рахмет. Біріншіден, біз мына Нұр Отан партиясының праймеризге әрине өте мұқият қарап отырмыз. Бұл өте жақсы тәжірибе. Ол жерде тек қателер ғана емес, ол жерде меніңше жетістіктер өте көп. Өзімізге де пайдалы біраз жаңалық болып отыр. Біз соны зерттеп, өзіміз үшін болашаққа қарай меніңше бір жақсы сабақ, жақсы тәжірибе аламыз деп үміттенемін. Ал мына сіз айтқан лайықты емес азаматтарды саясатқа жеткізбеу үшін, мен түсінгенім, қателеспесем, ол үшін арнайы заңның ішінде талаптары бар. Егер бір азамат, мысалы, осы заң бойынша заңның талаптарына сай келсе, оның саяси құқықтарын шектеуге ешбір басқа бір партияның құқығы жоқ.
егер мұндай кісі праймеризге түсейін десе, сайлауға түсейін десе партия атынан, оның құқықтарын шектеуге бізде мысалы біздің партиямызда ондай құқық жоқ, тек қана бұл жерде не конференция, не праймериз сияқты партиямыздың мүшелері шешуі мүмкін. Мадина, сұрақтарыңызға рахмет. Первый канал Евразия, Адиль Балтабаев. Как партия Ак Жол будет бороться с коррупцией в стране? В целом вы ответили на этот вопрос. И второй вопрос. Дания Испаева говорила, что подписанные поправки в закон о выборах и о политических партиях призваны обратить внимание партии на женщин и молодежь. Особенно она подчеркнула вопрос с женщинами, заявив, что в Мажилисе 27% депутатов женщин, а именно 740. Сколько кандидатов женщин в парламент выдвигает Ак Жол? Коротко, пожалуйста. Я отвечу на этот вопрос. Да. Вы знаете, вот требование сейчас выдвигать 30% женщин для Ак Жола — это пройденный этап. Мало того, что выдвигать, вопрос, сколько их будет реально станет депутатами из списка. В списке их может быть 10-15%, но депутаты может оказаться больше. У нас в списке по предыдущим выборам в 2016 году было процентов, наверное, 15 женщин, но среди действующих депутатов 40% у нас женщины. Поэтому для нас абсолютно не проблема. Мы оцениваем наших коллег, наших жоловцев по их реальному потенциалу, интеллектуальному, творческому, гражданскому потенциалу. И вопрос здесь гендерный для нас абсолютно не проблема. Рахмет. Атамекен бизнес арнасы Құралай пионер тікелей байланыстағы. Қайырлы күн, сұрақтарыңыз. Рахмет, менің сұрағым мынандай болмақ. Жалпы сұрағым Азат Перуаш сізге қойылады. Жаңа мен әріптесім Амангелді айтып кетті, офшорға қатысты. Бірақ менде мынандай сұрақ болып тұр да, сіз офшор туралы ең алғашқы әңгімені ақпан айында мәжілісте көтерген сауал ретінде, үкіметке депутаттық сауал ретінде. Бірақ сіз сол кезде Global Financial Integrity сайтына, халықаралық рейтинг агенттігіне сүйеніп айттым дедіңіз бұл ақпаратты. Және ол кезде 165 миллиард доллар сыртқа кетіп қалды деп айтқансыз. Бірақ мен сол сайтты қарап шықтым. Ол жердегі соңғы ақпарат 2019 жылы шығарылған ақпанда, және ол жерде 165 миллиард доллар емес, бар болғаны Қазақстаннан шыққан ақша 16,5 миллиард доллар деп көрсетілген. Менің сұрағым бұл жерде мынандай. Сонда сіз бұл ақпаратты нақты қайдан алдыңыз? Және бұл 165, бірде 167 миллиард деп айтылып жүреді. Қайдан алдыңыз? Және әлде сіз осы сайттағы үтірді ұмытып кеттіңіздер, ескермей кеттіңіз бе деген сұрақ қойғым келеді. Маған нақты сұрақ және сілтемесін көрсетіп отырып бергеніңізді қалаймын. Көп рахмет, қарындасым. Көп рахмет. Енді мен сізге бір ақылым, ағалық ақылым, экономикалық ақпаратты қараған кезде мұқият қараңыз, жарай ма? Алдын ала маған сұрағыңызды жібергеніңіз үшін рахмет. Мен арнайы кірдім. Біз жариялаған, біз қолданатын ақпаратты кез келген кезде біз оны дәлелдей аламыз. Мен арнайы... Неге сілтеме жасадыңыз? Соны айтыңызшы, қай рейтингтік агенттік? Жоқ, ешқандай еш жоқ. Мен сізге арнайы сол баяндамасын шығардым. Illicit financial flows from developing countries. Global Financial Integrity ұйымның баяндамасы. Сонда Қазақстанна заңсыз шығарған, қараңыз. Кумулятив, яғни жиналған. Average деген жыл сайындағы. Міне, кумулятив 167,4 миллиард доллар. Жыл сайын 16,7. Яғни сіздің 16,7 бұл жыл сайын елімізден шығаратын ақша. Жарай ма? Жыл сайын ол жерде 16,5 деп жазылып тұр. Мен өзім қарап. Жыл сайын қарындасым ау. Мен мына баяндама сізге жіберейін арнайы, жарай ма? Көрсетейін тағы да. Мына қараңыз. Тағы да, бұл ресми осы агенттігінің, міне, ресми баяндамасы. Мына жерде бұл кесте, мына кесте қараңыз. Кумулятив деген совокупный, яғни жалпы жиналған. Мына average деген жыл сайын. Мына қараңыз, Қазақстан 167 миллиард бүтін 4. Мына жыл сайын 16,7. Жарай ма? Мұқият қараңыз. Мен сізге де онда скриншот жасаған ақпаратымды жіберейін сізге. Құрметті спикерлер, осымен бүгінгі пресс-конференциямызды аяқтаймыз. Біздің алаңға келіп, ақпаратпен бөліскендеріңізге үлкен рахмет. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирімізді тамамдаймыз. Еліміздің басты медиа алаңында жүздескенше. Көп рахмет.